Қан тамырлары неден бітеледі? Майлы, қуырма, қантты тағамдарды көп тұтынғаннан, қозғалыссыз өмір салтын ұстанғаннан, одан қалды күнделікті стресс қант қысымын көтеріп, гормондардың әсерінен май алмасу процесін бұзып отырады. Қан тамырларының бітелуінің белгілері стенокардия, аяқ-қолдың жиі ұюы, бастың ауруы және дұрыс тамақтанбаудың соңы атеросклероз бен бара-бара ишемиялық жүрек ауруларына әкеліп соқтырады. BP компаниясының ұсынған Викардио жасушалық өнімі жүрек пен қан тамырларының сенімді қолдаушысы. Құрамындағы дулана сығындысы денсаулыққа пайдалы жеміс. Жүрек қан тамырлар жүйесін қолдап және тыныштандырады. Құрамында коэнзим Q10 бар. Коэнзим Q10 қан қысымын төмендетуге және гипертонияны болдырмауға, жүрек бұлшық етінің қызметін жақсартуға жақсы жұмыс жасайды. Инсульт пен инфаркттың жаңағы жүрек жетіспеушілігін алдын алуға көмектеседі. Альцгеймер, Паркинсон деген аурудың алдын алуға көмегі бар. Және құрамында эларгинин, элцитрулин молекулалары бар. Олардың негізгі қызметі азот оксидін өндіру арқасында қан тамырларының айналымын жақсартады. Эректильді дисфункцияны емдеуге әсері бар. Спортта төзімділікті арттырады. Бұлшық етті қанмен қамтамасыз етіп жақсартады. Эларгинин, элцитрулин энергияны және жалпы денсаулықты жақсартатын маңызды аминақышқылдар. Адам ағзасындағы табиғи азот оксид деңгейі 35 жастан кейін жай бөлінеді екен. Оны қалпына келтіру үшін аргинин мен цитрулинге бай тамақтарды тұтынып, көп қозғалу керек. Жүйке жүйені тыныштандырамын десеңіз, қан айналымын жақсартамын десеңіз, жалпы энергияның деңгейін көтеремін десеңіз, немесе күнделікті тамағыма аргинин, цитрулин тамағымен байытамын десеңіздер, соның барлығы осы Бикардионың құрамында бар. Бикардио ол табиғи минералды кешен. Тамырларды тазартып, магниймен толтырып, гипертония, аритмия, инсульт, инфаркттың алдын алам, профилактика жасаймын десеңіздер, ең керемет құрал және денсаулығыңызды сау кезіңізде инвестиция жасауға ұмытпаңыз.